Баршаңызға сәлем, сіздермен Әсем. Бүгін сіздерге өте тез желініп кететін дәмді салаттардың бірі ананас салаттың видео рецептісін ұсынатын боламын. Және де қонақ келген кезде де жасасаңыздар өте керемет, қымбат салаттардың бірі болып есептеледі. Себебі құрамына ананас қосылады. Және де ең бірінші біз қанша заттар керек, қанша көлемде керек, оның бәрі видеоның астына описаниеге қалдыратын боламын. Және де ең бірінші осылай окорочканы пісіріп алып, осылай солонка етіп, ұзынша етіп, майдалап, әдемілеп турап аламыз. Бірінші осындай құс етін. Және де окорочка қолдансаңыздар да болады. Окорочка емес, филе қолданғым келеді десеңіздер де, филені қолдансаңыздар да болады. Және де осылай жұмыртқаны да екіге бөліп алып, видеода көріп тұрғандарыңыздай солонка етіп, жұқалап, әдемілеп турап аласыздар. Және де осы рецептті менің осындай кіші тарелкаға, 2 тарелкаға салдым. Көп адамға жасауым керек десеңіздер, осы құрамын 2 есе 3 есеге көбейтетін боласыздар. Сол кезде керекті мөлшерде салатыңыз дайын болады. Және де менде туралған ананас бұл видеода, соны 3-ке 4-ке бөле салдым, солонка етіп, видеода көріп тұрғандарыңыздай. Енді тостаққа осылай салып, кішкене тұз сеуіп, араластырып алып, майонезімізді де қосып, жақсылап араластырып аламыз. Міне салатымыз дайын, өте дәмді, тез желініп кететін дәмді салаттардың бірі болып есептеледі. Қонақ күткенде де жасауға кеңес беремін. Және де видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Келесіде қандай салаттың видео рецептісін шығарайын, оны да жазып қойыңыздар.